Видеоларымызда әрдайым емдік шөп, яғни биофотон деп айтамыз. Биофотон дегеніміз не, қалай емдейді және қалай әсер етеді? Емдік биофотонды өнімдеріміздің барлығы өте биіктікте, 3,5 метр биіктікпенен 5000 метр биіктік аралығында өсетін Тибет тауындағы шөптерден жасалынған, яғни Тибет медицинасы. Бұл шөптерді әуелгі уақытта -170 градусқа қатырып, шыны тәріздес затқа айналдырып, соны нанотехнологиямен ұсақтайды. Нанотехнологиямен ұсақтағанда бұл шөп көзге көрінбейтін шаңға айналады. Сол көзге көрінбейтін шаңға айналған шөпті арнайы технологиямен әрбір клеткамызға сәйкестендіріп, осындай хабы матаның үстіне қондырады. Бұны біз ғылыми түрде биофотон дейміз. Бұл емдік шөпте төселінген өнім денеге тиген уақытта 10-15 минуттың ішінде адам температурасымен үйлесіп, өз қызметін жасап кетеді. Яғни зиянсыз дәрі-дәрмектің қызметін, физиотерапия, массаж, иглотерапия, осы қызметтердің барлығын бұл шөпте төселінген өнім табиғи жолмен атқарады. Және осы қызметтердің барлығын 3-5 есе артық орындайды. Мысалға, инелік қызметіне келетін болсақ, жаңа айтып кеткендей, 10-15 минуттың ішінде адам температурасымен үйлесіп, денеге 3-5 сантиметрге дейін еніп, науқас клетканы қайтадан қалпына келтіріп, қан айналымын дұрыстау арқылы сол жердегі проблемаларды емдейді.